Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте оңай 15 минутта дайын болатын, ашытқысыз дайындалатын 7 нанмен бөлісемін. Ең алдымен бір ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Оны блинчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. 2 қасық қантымызды саламыз. Жарты қасық тұзымызды салып араластырамыз. Оның үстіне 200 грамм сүтімізді құйып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды бір-бірлеп салып, жұмсақ теста елеп аламыз. Тестамыз осындай қолға жабысатындай жұмсақ болу керек. Біз енді тестамызды 10 минутқа тындырып аламыз. Тындырып алған нанымызды осылай 7 бөлікке бөліп, жұқа қылып жайып аламыз. Біз енді қызып тұрған майға ең алдымен бір жағын қызартып алып, одан кейін бір жағын аударып, тез пісіріп аламыз. Міндетті түрде майымыз қатты қызған болу керек, әйтпегенде шелпегіміз майлы болып кетеді. Біздің 7 шелпегіміз осындай құрғақ әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.